Ге келіп, ұялмай сағат 11-ге ұйықтаған соң күшті настроениемен мама сарайдан бір нәрсе алып кеш деген соң келгем ғой. Сарай деген ужас бағып жатырмын, наны көріп шошып кеттім. Мына не деген сұмдық деп, бүгін келінімнің жәнін шығармасан деп холодильникті ашып қалсам деген шан болып жатыр ғой. Сосын үйге кірсем, келінім дым білмегенсіп маман жанында тұр ғой. Сосын үйде қонақтар бар екен, қонақтар кетсін, ақ бәлем, мен сені бір сілкіп алмасам деймін. Олардан ұялғаннан қалайсыздар тәтелер, қалайсыздар деп қоямын. Сосын бөлек шығарып алдым да, не кірпік өсірген нетен сен, сарайым бәрі бұғып жатыр, ыдыстарым бәрі ужас болып жатыр десем, не болды сізге деп қойды. Ештеңке болған жоқ дедім. Тірліктерін дұрыстап істемейсің ба? Асқабақты әкелдім, жақсылап тұрып маған манты жаса, бүгін манты жегім келеді десем, все, какой разговор деп кәдімгідей уже мантысын сүйіп жатыр ғой. Ойбай, тұрмай өзіңіз де көмектесіңіз деп қойды. Ойбай, сасқаннан қалай өзім манты түйіп барлығын жасағанымды білмей қалдым ғой. Сіздер де сөйтіп келіндеріңізге көмектесесіздер ме? Сосын дастархан деген бұғып жатыр, бір жағынан кәдімгідей жаным ашып кетеді. Қойшы құрсын, бүгін барлығын жинастырып реттесіп көмектесіп берейін деп қойым. Арасында ұрсатын жерде ұрсып жәнін шығарып аламын, бірақ айтқанымнан әйтеуір ек етпейді. Сосын мен қуырдақ жегім келеді кешке десем, уже қуырдағын істеп дайындап жатыр ғой. Сосын сегодня все передумала, бешбармақ жеймін десем, бешбармақ әкеп тұр ғой. Мәссаған, не деген пысық әйел, кімнің әйел деп қоямын ғой. Ініме айтамын, молодец, келін деген бүкіл айтқан тірлігімді істеп жатыр десем, інім кәдімгідей риза болып қалған ғой. Түкіріп қояйын енді, осы беттен таймаңдар деп, сонымен 3 сумка болып келіп, осылай 4 күннен 10 сумка болып қайтып бара жатыр. Мама деген нан салып ал деп. Сіздерде де сондай ма?